Так, сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Біз воркшопты бастайық. Мен аны былай түсіріп қояйын қазір. Біздің бүгінгі, мен есімім Меруерт. Мен әлі көріспедім, мені білмейді. Мен бұл бизнес білім бағдарламасының спикері, тренері болып саналамын. Бүгінгі біздің воркшоптың тақырыбы Customer Development, яғни тұтынушыларды зерттеу, исследование клиентов деген тақырып. Бұл тақырыпты бастамас бұрын, яғни көбінесе IT секторында, мысалы үшін КАЗДЕВ, исследование рынка деп көпшілік сөйтіп айтады. Сол яғни КАЗДЕВ дегеніміз, яғни тұтынушыларды зерттеу деген мағынаны білдіреді. Бұл тақырыпты бастамас бұрын мұндай бір мәлімдеме бар екен. Ол Эрик Рис деген американдық кәсіпкер, Lean стартап әдістемесінің пионері дейді. Бұл яғни Lean стартап деген үлкен кітап. Ол стартаптың жүргізу әдістемесі өте жақсы кітап. Көптеген үлкен IT компаниялар сол Lean стартап әдісі бойынша жұмыс істейді. Сол айтқан екен. Яғни мен мұнда енді өзім қазақ тілін қалай білемін солай аударып қойдым, негізі оның аудармасы нақты жоқ. Яғни кәсіпорындардың көптеген бизнестердің көпшілігі нашар өнімге ие болғандықтан емес, яғни бұл өнім ешкімге қажет емес болғандықтан жабылады дейді. Сол себепті, яғни бизнес бастамас бұрын біз бірінші Customer Development, яғни КАЗДЕВ жасауымыз керек. Енді ары қарай жүрейік. КАЗДЕВ дегеніміз не? Мен бұл воркшопты негізі былай тезірек айтып көрсеткім келеді сіздерге. Содан кейін, яғни өткен вебинарда мен көрсеткенмін, білмеймін сіздер болдыңыздар ма, болған жоқсыздар ма. Өткен вебинарда мен, яғни ChatGPT-ға кіріп, біз целевая аудитория ЦА-ЦП деген ценностное приложение тақырыбын, яғни ChatGPT арқылы қалай оны анықтауға болады екенін көрсеткен практика жүзінде. Сол сияқты бүгінде мен, яғни теориясын сіздерге түсіндіріп, ары қарай ChatGPT-мен, яғни қалай КАЗДЕВ жасау керек екен, осы бүгін вебинарға қосылған, яғни адамдар сіздердің бизнестарыңызды талқылап кетсем деген ойым бар. Яғни Customer Development дегеніміз ол тұтынушының, біздің, яғни клиенттеріміздің ең негізгі басты тілектеріне бағытталған, яғни бағытталған векторда бизнесті жүргізу тәсілі. Яғни бұл тұжырымға қарайтын болсақ, ол дегеніміз біз біріншіден клиенттің проблемасын шешуіміз керек. Яғни бірінші проблема анықталады, содан кейін сол проблемаға қатысты, яғни бір өнім, жоба, бизнес әзірленеді. Осындай, яғни заңмен негізі өмір сүру керек. Басқалай емес. Ал көбінесе біздің кәсіпкерлер, олар бірінші бизнес бастайды, бүкіл капиталын бизнесқа жұмсайды, содан кейін клиент таба алмайды, көптеген қателіктер жасайды. Сол кезде КАЗДЕВ жасай бастаған кезде олар түсінеді. Яғни ондай проблема негізінде жоқ екен, немесе олардың яғни клиенттік сегменттары дұрыс емес екен. Сол себепті біз осындай тұжырыммен жұмыс істеуіміз қажет. Енді қазір осы Zoom-да отырған, қазір бүйтіп көтерейін, 9-8 адам дейді, енді 7 адам, 7 адамның ішінде, мысалы үшін, кім бірінші бизнес бастады, содан кейін, яғни енді КАЗДЕВ істегелі жатыр. Соларыңыз сообщениемен, плюс сообщениясын жіберсеңіздер болады. Көрейік. Ары қарай жүрейік. Дәурен, жақсы. Енді біз неге тұтынушыларымызды зерттеуіміз керекпіз? Яғни біз неге КАЗДЕВ жасау керекпіз? Егер сіздердің енді ойларыңыз болса, егер сообщениемен немесе микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар болады. Не үшін бізге КАЗДЕВ жасаған дұрыс деп ойлайсыздар? Бір жыл бастап қойдыңыз, сонда бизнесті. Бізде қазір Дәурен микрофонын қосты. Дәурен, саламатсыз ба? Енді айтсаңыз. Саламатсыз ба? Мен кішкене видеофонымды келтіре алмай жатырмын. Мен сізді көріп. Жалпы енді мына проектке мен қатысуым себебінде, мен бұған дейін де басқа да бағытта бизнестерім бар.
енді шыны керек бұған дейін методым тікіне өзіміз үйрендік, зерттемедік деген сияқты. Енді осы алдағы жоспарлап отқан жобамызды осы жобамен көмегімен зерттеп үйренгіміз келеді. Сол себепті осы бизнес білім жобасында сіздермен біргеміз. Жақсы, рахмет. Яғни каздев жасау дегеніміз, енді дұрыс бизнес бастау дегеніміз, ол яғни смарт әдіс қой негізі. Рахмет үлкен, Дәурен. Ары қарай жүретін болсақ, енді бұған деген негізгі екі себеп бар, ең басты. Ол яғни ең біріншіден бизнес бастамас бұрын біз көбінесе ойлаймыз ғой, біз өзіміздің клиенттерімізді білеміз, олар неге алатынын білеміз деп, бірақ көбінесе ол біздің ойларымыз. Біз шынына келген кезде оның нақты себептері, неге ол клиент бізден сатып алды, яғни көбіне білмейміз. Және де екінші себебі ол біз көбінесе болжам құрамыз. Болжам дегеніміз, яғни бізде гипотеза, я. Біз бизнесті жүргізген кезде басқалардан көреміз, олар қалай жүргізеді. Содан біздің яғни басымызға неше түрлі ойлар келеді. Біз сол ойлардың яғни бойымен қалай сезінеміз, солай бизнесті жүргіземіз, солай ақшаны яғни ұстаймыз. Содан кейін уақыт өте келе, ақшаны кеткен кезде біз уже бір шешімге, нәтижеге келеміз. Енді ол сонда біздің бизнесіміз, яғни ең бастысы нарыққа қажет еткенін біз қалай тексеруге болады дейді. Ең бастысы сол бізге каздев істемес бұрын біз яғни біздің бизнесіміз нарыққа керек, қажет екенін, яғни талап бар екенін біз білуіміз керек. Оны білу үшін яғни бізде бірнеше яғни методтар бар дейміз ғой. Ол каздевтің, мысалы үшін, мен негізі олардың әдістері өте көп. Менің сол тапқан ол бұл 6 әдісі. Осы 6 әдістің ішінен негізі ең көп және жақсы ол 2 әдіс, ол сұхбат және бәсекелестік талдау. Яғни зерттеу түрлері, біріншісі сұхбат дегеніміз, ол яғни сіз өздеріңіздің қазіргі клиенттеріңізді, егер бір 5 клиент, 10 клиент, 100 клиент болса, солардың ішінен, яғни сегменттеген кезде өзі бір постоянный клиент дейміз ғой, сол клиенттен сіз яғни сұхбат аласыз. Сіз ол сұхбат алған кезде, ол сұхбаттың түрлері болады, біз қазір келесі слайдтарда ол туралы айтып шығамыз. Ол яғни ең бірінші әдіс ол сұхбат алу әдісі. Екіншісі сауалнама. Сауалнама дегеніміз яғни онлайн опросниктер болады ғой неше түрлі. Бірақ сауалнамалар көбінесе ол дәстүрлі бизнесқа келе бермейді. Өйткені сауалнама жасау үшін біз яғни нақты сұрақтарды білу керекпіз, қандай сұрақтар қою керек. Ол сұрақтарды қойған кезде оның яғни жауаптары, мысалы үшін 3-4 жауап болады ғой, біз сол жауаптары қандай болу керек екенін түсінуіміз керек. Ол сауалнамалар көбінесе енді уже жеткен үлкен бизнестерге арналады. Және де тұтынушының мінез құлқын талдау дейді. Бұл дегеніміз яғни наблюдение дейміз ғой. Біз шет шара, яғни жан-жақтан қараймыз, кімдер қалай бизнесті жүргізеді, өзіміздің сол яғни наблюдениеміз арқылы өзімізге яғни жазып отырамыз. Сол кезде осылай бізде бір ақпарат жиналады. Енді 4-ші әдіс ол прототиптеу және тестілеу дейді. Ол дегеніміз біз көбіне, мысалы үшін бір лендинг, Инстаграм, яғни парақша, немесе бір болады ғой неше түрлі прототиптер, сондайларды яғни біз бірінші жасайды адам, немесе осы даже бір ақ қағаздарды алып, мысалы үшін қағаз ретінде прототипті, ол міндетті түрде сайт ондай болмау керек. Енді кез келген нәрседен біз прототип істейміз. Сол прототипті аламыз да, мысалы үшін біз өзіміздің клиенттерімізге, тұтынушыларымызға барып көрсетеміз. Міне келіңіз, мынаны алып көріңіз, қарап көріңіз деп, и ол клиенттерге сол прототипті алған кезде ол не істейді, қайда қарайды, нені басады, соның барлығын талқылаймыз, бақылаймыз. Ол 4-ші әдіс болып табылады. 5-ші әдіс дегеніміз ол яғни бәсекелестік талдау дегеніміз, ол біздің конкуренттеріміз, яғни басқа, яғни бүкіл қаладағы, региондағы, Қазақстан, мысалы үшін, мемлекеттің ішіндегі немесе зарубеждағы басқа компаниялардан қарап, біз конкуренттер қалай жұмыс істейді, оларда қандай линейка, оларда қандай категориялар, қандай продукттар, қандай яғни жобалар ішінде, қанша адам бар, соның барлығын зерттеу арқылы, яғни сол арқылы бизнесті соларға қарап істейміз. Және де 6-шы әдіс ол дегеніміз краудфандинг. Краудфандинг деген енді ол бізде шет елдерден келген әдіс.
Мысал үшін Европада, Америкада көбінесе былай істейді екен. Олар өздерінің идеяларын күштілеп тұрып, сол сайтқа, лендингқа немесе Инстаграмға әдемілеп тұрып упаковка жасайды, яғни көрсетеді, оның барлығын сөйлемдермен, постпен, яғни мағынасын, миссиясын барлығын талқылайды. Содан кейін, яғни donation дейміз ғой, донаттар жинайды, ақша жинайды. Содан кейін олар сол ақша жинайды да, жиналған ақшаға ары қарай ақша жиналса, олар ары қарай бизнесті жалғастырады. Егер ақша жиналмаса, олар бизнесті жалғастырмайды. Яғни сол әдіс арқылы олар, яғни каздев жасайды. Бұл осындай негізгі 6 әдіс бар. Осы 6 әдісті сіздер қолдансаңыздар болады. 6 әдістің біреуіне, немесе екеуін, енді сіздерге қалай ыңғайлы. Енді осы 6 әдістің ішінен ең негізгі және де біздің менталитетқа, біздің экономикаға жақсы ойнайтын, бізге жақсы результат нәтиже әкелетін, ол дегеніміз ол сұхбат әдісі. Сұхбаттың яғни 2 түрі болады. Негізі біз яғни сұхбат алғанда ол бізге не береді дейді. Ол бізге, яғни ең бастысы ол біздің клиентпен байланыс береді. Біз сұхбат алу барысында өзіміздің клиентімізді түсіне бастаймыз. Және де екіншіден біз, яғни өзіміздің клиентімізді, яғни біз өзіміздің болжау, гипотеза арқылы өмір сүрмейміз. Біз нақты факт ретінде, мысалы үшін бізге бір клиент келді, бірдеңе сатып алды, зат немесе, яғни услуги дейміз ғой. Біз ол не үшін сатып алғанын біз білетін боламыз, яғни ол фактілер, иә. Және де оның біздің клиентіміздің, яғни тұжырымдарын, яғни проблемаларын біз түсінігіміз болады. Ол, яғни біз 10 клиент болса, 10 клиентте 10 түрлі проблема болуы мүмкін. Біз сол 10 проблеманы жинаймыз да, келесі жолы біз ұсыныс жасаған кезде, біз сол, яғни проблемаларға басып, жақсы бір ұсыныс жасай аламыз. Және дегі ол клиенттермен біз сұхбат алған кезде, біз өзіміздің сегментімізді түсінеміз. Яғни олардың мәселелері, проблемалары бізді, яғни көрсетеді, бізге бір андай не береді, ақпарат береді, ол қандай сегментке ол клиент жатады деген сияқты. Енді сұхбаттың түрлері дейді. Негізі сіздер білмеймін, енді оқыдыңыздар ма, оқыған жоқсыздар ма, «Спроси маму» деген кітап бар. Сол енді келесі слайдтарда болады. Яғни ол бізде интервью дейміз ғой, сұхбат. Сұхбаттың 2 түрі болады. Ол бізде проблемалық сұхбат және шешім қабылдау сұхбаты дейді. Проблемалық сұхбат дегеніміз, яғни проблемный интервью дейміз ғой. Яғни өзінің аты айтып тұр, иә. Біз проблемалық сұхбат алу барысында, біз, яғни ол біздің бизнесіміз бір проблеманы шешу керек қой. Сол тұжырымдамамен өмір сүрсек, яғни біз сол мәселені, сол проблеманың бар жоқ екенін түсінуіміз керек және анықтауымыз керек. Сол үшін біз, яғни проблемалық сұхбат жасаймыз. Ал шешім қабылдау сұхбаты дегеніміз, яғни біз проблемалық сұхбат жасап болғаннан кейін, біз өзімізге бір нәтиже шығарамыз. Ақпараттың барлығын жинаймыз, содан кейін нәтиже шығарамыз. Сол шыққан нәтижеден біз өзімізге шешім қабылдаймыз. Яғни шешім қабылдаған кезде бүкіл проблемаларды жинап, сол проблеманың, мысалы үшін, қандай шешімі бар, сол шешімдерді жинап, шешімнің барысында біз қайтадан сол адамдарды немесе басқа адамдарды, яғни адамдардан сұхбат аламыз да, біз енді сол, яғни решение дейміз ғой, решениені предлагать етеміз, яғни шешім. Енді бұл сұхбатты бастамас бұрын гипотеза деп және алдында айтып кеттім. Гипотеза дегеніміз ол бізде, яғни біздің, яғни басымызға неше түрлі ойлар келеді бизнес жүргізген кезде. Егер мен былай істесем, былай болады ма екен, егер мен қазір Инстаграмда парақша ашсам, мысалы үшін неше подписчиктер келеді екен, егер мен блогердан реклама сатып алсам, қанша адам келеді, егер мен сайт сатып алсам, қанша адам келеді екен. Яғни сіздің бүкіл осы ойларыңыз бизнеске қатысты, ол, яғни сіздің гипотезаларыңыз. Сіз, яғни ода сенімді емессіз, бірақ сіз оны тексергіңіз келеді. Гипотеза деген ол, яғни сіздің бизнеске және нарыққа арналған сұрағыңыз болып табылады. Енді сіз сол сұхбат алмас бұрын сізде өзіңізде бірнеше гипотеза болу керек. Яғни сіздің сұхбаттың өзінің проблеманы анықтау керек қой, ол проблеманы анықтамас бұрын тағы да сізде бір гипотезалар болу керек. Осы проблема анықталған кезде, мысалы үшін мен осындай гипотеза, бірінші гипотеза, мысалы үшін менде Инстаграм парақша ашу, екінші гипотеза менде блогерден реклама сатып алу, үшінші гипотеза менде, мысалы үшін подписка әдісімен, яғни ақша алу деген сияқты.
и сол гипотезаларды сіз сұхбатыңызда тексересіз. Енді проблемалық сұхбаттың негізгі мақсаты ол яғни сіздің клиенттеріңіздің қалай ойлайтынын түсіну керек. Яғни енді мұнда көптеген бизнесмендер, кәсіпкерлер көп қателіктер жасайды. Себебі сұхбат алған кезде көбі, қазір ол келесі слайдтарда болады, лайфхактер. Ең басты ол яғни сіздің мақсатыңыз ол проблемалық сұхбатта проблема бар жоқ, соны анықтау керексіз. Ол бар жоқ болған кезде сіз өйтіп сұрамау керексіз. Мысалы үшін, егер сізде енді гүл сататын бір бизнес болса, сен гүл алғың келе ма? Я, жоқ деген ондай сұрақтар болмау керек. Яғни ашық сұрақ, жабық сұрақ дейміз ғой. Біз яғни ол гүл туралы айтпау керекпіз. Біз басқа яғни темадан кіруіміз керек. Сол бір проблеманы шығару керекпіз. Және де тұтынушының мәселені қалай сол яғни проблеманы қалай бағалайды? Өзекті мәселе ме, өзекті емес пе, мәселе емес пе? Және бұл мәселені, мысалы үшін, сол проблеманы сіздің клиентіңіз қалай шешеді? Және де ол сіздің, яғни сол клиент сегменті, сіз сұхбат алып жатқан, қаншалықты сізге сіздің бизнесіңіз, яғни тартымды? Соны сіз анықтауыңыз керек. Осы проблемалық сұхбатта. Ал енді шешім қабылдау сұхбатында біздің мақсатымыз ол сіздің өніміңіз, сіздің жобаңыз сол мәселені шешетінін түсінуіңіз керек. Яғни ол сіздің болжауыңыз болмау керек, сіз сол сіздің жобаңыз, яғни сол сегментті, сол адамдардың проблемасын шешетін бизнес жоба болатынына сіз, яғни енді сенімді болу керексіз. Ол үшін, яғни сіз келесі осы 4 проблеманы анықтадыңыз, шешімді, яғни сол проблемаға қатысты шешімді белгілейсіз өзіңізге, және де клиент шешімді, сіздің шешіміңізді, сіз ойлап тапқан шешіміңізді сол проблемаға клиент оған қандай баға қояды? Соны, яғни сондай ақпарат сіз өзіңіз жинау керексіз. Және сіздің шешіміңіз, сіздің бизнесіңіз сол клиентке қаншалықты құндылықты, ценный дейміз ғой, яғни қаншалықты құнды, және ол қанша ақша төлеуге дайын. Сіз осы 4 сұраққа, яғни жауап іздейсіз, соны жинайсыз. Осындай 2 түрлі бізде сұхбат, яғни бар, интервью. Енді сұхбат сұрақтары дейді. Енді мұнда бізде көбінесе лайфхактер. Сіз интервью, сұхбат алған кезде, сіз болашақ туралы сөйлеспейсіз. Яғни сіздің корреспондент дейміз ғой, сұхбат, яғни сұрақ қойып тұрған адамыңыздың өткен тәжірибесі туралы сұрақтар қою керексіз. Яғни сен қалай ойлайсың, осылай болса бүйтесің ба, егер осындай бір шешім болса аласың ба? Олай емес. Яғни сіз сол проблеманы өткен тәжірибесі бойынша сұрайсыз. Сондай сенде, мысалы үшін, бір яғни мәселе болды ма? Ол мәселе болған кезде сен не істедің? Қалай сен оны алдың? Кім саған көмектесті? Яғни сіз сол мәселені анықтау барысында өткен тәжірибесі туралы барлық сұрақтарды қоясыз. Енді ашық сұрақтар дегеніміз, яғни бұл интервью, бұл сұхбат кезінде сіздің корреспондент көбінесе 80% сөйлеу керек. Яғни сіз көп сөйлемеу керексіз. Сіз сұрақ қойдыңыз, ол сол сіздің корреспондентіңіз сол сұрақтың, яғни өзегін, яғни ашып беру керек, айтып беру керек. Мәселен, қалай болды, қандай әңгімелер, енді қандай история болды. Және де бұл интервью кезінде сізге ол, яғни корреспондентпен пікірлесуге, оған, яғни рейтинг, оценка, оны сендіруге, яғни онымен дау шығаруға, олай істеуге болмайды. Соны енді түсініп алыңыздар. Енді ары-қарай жүретін болсақ, мұнда тағы да лайфхактер сұхбат алған кезде. Енді сұхбат алу барысында сіз өнім туралы айтпайсыз, мен айтып кеттім. Яғни адам, яғни сіздің корреспондентіңіз сөйлеп жатқан кезде сіз оған кедергі жасамайсыз. Егер сіздің корреспондентіңіз тоқтап қалса, ойланып қалса, сіз яғни ондай үзілістерден қорықпау керексіз. Сіз яғни енді шыдамдылық білдіріп тыңдау керексіз. Және де сіз жауаптарды шақыртпауыңыз керек. Яғни сен осылай істеген кезде, сен осы жерге барған кезде, сен биттің бе, осыны сатып алдың ба деп, онда яғни өзіңіз жауаптарға шақыртып алмау керексіз. Яғни сіз мүлдем нейтральный позицияда корреспонденттерге сұрақ қойып, содан яғни ақпаратты шығарасыз. Және кейде, жиі, әдетте деген ондай сөздерді яғни қолданбаған дұрыс.
және ол сұхбат кемінен қарағанда 20 минуттан басталады көбінесе. Так, сіз сұрақ қазір кешіре тұрыңыз. Иә, слайдтың бәрін, презентацияның бәрін мен жіберемін. Презентацияны жіберемін, және қазір тағы да біз практика кезінде мен сіздерге бірнеше чат GPT-мен қандай сұрақтар дайындау керек екенін барлығын көрсетемін. Соның барлығын сіздерге жіберемін. Енді сіз және де сұрақ қойған кезде бізде андай не барға методика 5 почему деген, 5 неге деген сұрақты қоясыз. А почему, яғни 5 почему деген өзіңіздер Google-дан қарап көрсеңіздер, жақсы методика, яғни 5 неге сұрағын қойған кезде адам не үшін, не алғанын, не үшін сізге келгенін түсіне бастайды. Сізде де үлкен түсінік болады. Содан кейін сіз сұхбатты алған кезде адаммен сөйлесу барысында менде осындай мәселе тағы да кімде болды, кімнің тағы да бір контактілерін бере аласыз деп, яғни тағы да басқа адамдардың байланыс телефондарын алып, олардан да сұхбат алсаңыз болады. Бұл деген өте жақсы лайфхак болып саналады. Енді ол сіз сұхбат алған кезде көбінесе сіз өзіңіз жалғыз емес, қасыңызда тағы да бір адам болған дұрыс. Себебі сіз сұрақ қойған кезде сізде, яғни ол корреспондентпен сіздің байланыс болады, контакт, иә? Сіз сұрақ қоясыз, ол яғни сізге жауап береді. Сіз оның яғни мінез қылығын, ол қалай ойлаған жоқ, сіз соның бәрін бақылау керексіз. Қасыңыздағы адам жақсы болады, егер ол диктофонға жазып алса, және де оның жауаптарын, яғни сіздің сұхбат алған адамның өзіңіздің ойдан емес, сол сөзбен сөз, слово дейміз ғой, соны жазып алғанымыз дұрыс болады. Және сол ақпараттың барлығын біз кестеге жинаймыз. Енді сұхбат алу құрылымы дейді. Біз енді сұхбат алу туралы қалай алу керек екенін айттық. Енді оның құрылымы, енді көбіңіз білетін шығарсыздар, сәлемдесу, яғни сізге деген сенім болу керек. Яғни өзіңіз, сіз кімсіз, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, бірақ көбінесе мұнда тағы да бір лайфхак бар. Мысалы үшін, егер сіз айтсаңыз, мен осындай бизнес ашқалы жатырмын, сізден сұхбат алайын деп едім деп, олай адамдардан өйтіп сұрақ қойып керек емес. Себебі сіз сондай сұрақ қойып бастаған кезде адам сіз туралы ештеңе білмеу керек. Яғни сіз лучше, мысалы үшін, журналистпін деп, мысалы үшін, или исследование істеп жатырмын, доктормын деп, сондай сұрақпен келсеңіз, адам сізге енді шынымен дұрыс жауаптар береді, өзі ойлайтын. Ал егер сіз мен бизнес ашам деген сондай сұрақтармен келсеңіз, ол адам уже сізге енді өтірік айту мүмкін, сізге жағымды болу үшін басқалай енді ответтары, яғни жауаптары шын болмауы мүмкін, шынайы болмауы мүмкін. Сол себепті бұл жағдайды енді ойлап кетіңіз. Енді сіз мысалы үшін енді кофеге шақырсаңыз, енді ол адамның уақыты кеткен үшін кофе алып беріп деген сияқты, шоколад деген сияқты, енді сондай бір жақсы, ол адамның сізге деген бөлген уақыты үшін бір жақсы, айтамыз ғой, приятный подарок, сондай берген енді дұрыс негізі. Сондай лайфхактер бар. Енді сіздің сұхбаттарыңыз кім дейді? Ол, яғни ол кісі, ол неше жаста, яғни қандай сегментқа кіреді, сол туралы, яғни біз бэкграунд дейміз ғой, сондай ақпаратты жазып алсақ, осындай директор, осындай мектепте жұмыс істейді деген сияқты. Сондай, яғни ақпаратты ол сұхбат алған кісінің туралы жазып аламыз. Және де не туралы болатын, яғни сіз анықтайсыз, бірақ анықтаған кезде сіз ол, яғни мәселеден бастайсыз. Сіздің бизнесіңіз мәселеден бастау керексіз. Сұрақтар қоясыз, яғни содан кейін егер сұрақтар қойған кезде, егер ол сізге мысалы үшін үлкен бір жауап айтып, оның бір түйіндемесі болмаса, яғни уточняющий вопросы дейміз ғой, мен сізді дұрыс түсіндім бе, сіз осындай мәселе болған кезде сіз осылай істейсіз ба, яғни сіз осындай сөйлемдерді ол адамның, яғни түйіндемесі ретінде ғана айтасыз, басынан емес, иә? Рахметіңізді білдіресіз, және де алған ақпаратты нәтижелейсіз. Бұл енді ең негізгі құрылымдар. Проблемалық сұхбатта не түсінесіз? Яғни біз оны айтып кеттік. Проблема бар емес, бар, жоқ, яғни қаншалықты өзекті, және сіздің потенциальный клиент дейміз ғой, сіз мысалы үшін 10 адамды опрос, яғни 10 адамнан интервью алсаңыз, сіз 10 адамның ішінен мысалы үшін 5-еуінде осындай өзекті мәселе бар. Проблема бар, яғни олар
ол проблеманы осылай шешті деп өзіңіз сегментіңізді анықтайсыз. Целевой аудитория сегменттеген кезде өзіңіздің целевой аудиторияны анықтайсыз. Содан кейін ол кісілер қандай шешімге келді және ол шешім сол мәселені яғни қалай шешті, қандай ақшаға сатып алды. Сіз сол туралы ақпаратты тағы да өзіңізге жинап аласыз. Ол сізге келешекте, яғни сіздің шешіміңіздің қандай бағада болу керек екенге түсінік береді. Енді қанша сұхбат алу керек дейді. Мұнда енді ондай заң жоқ, осынша алу керек деген. Бірақ негізі мұнда енді 1 миллион клиент болса, 200 сұхбат алған дұрыс дейді. 100 мың клиент болса, яғни 20-50 сұхбат алған дұрыс дейді. Бірақ негізінде сұхбаттың саны негізі сіздің сегменттарға байланысты. Сіздің целевой аудиторияңыз қанша, мысалы үшін қандай сегменттер бар, әрбір сегменттің өзінің бір несі болады, әрбір сегменттің өзінің бір мәселесі болады, өзіндік проблемасы болады, яғни өзіндік сұрақтары болады. И сонша яғни сұхбат алған дұрыс. Енді шешім қабылдау екінші түрі, ол бізде шешім қабылдау сұхбаты дейді. Ол бізде дегеніміз ең басты 3. Біз мұнда проблемалық интервью алғаннан кейін біз шешім қабылдау сұхбатында нәтижелейміз, яғни қорытындылаймыз. Яғни біз ол проблемалардың барлығын жинаймыз, анықтаймыз. Содан кейін біз сол проблемалардың көмегімен өзіміздің ұсынысымызды істейміз. Яғни формулировать ценностное предложение дейді ғой. Яғни өзіміздің ұсынысымызды сипаттап, яғни жақсылап жазамыз. Содан кейін біз сол ұсынысымызды әрбір сегментқа, яғни әрбір сегментке ұсынысымыз әртүрлі болуы мүмкін. Содан кейін біз сол ұсынысымызды яғни формулировать етіп болғаннан кейін сол келесі адамдарға, яғни басқа интервью алатын адамдардан, мысалы үшін барамыз да, қайтадан сұхбат аламыз да, бірақ ол кезде біз өзіміздің шешіміміз туралы сұхбат алу барысында осындай, мысалы үшін осындай жоба, осындай бизнес болса, яғни біз сұраймыз, қанша ақша төлер еді, мысалы үшін келісім шартқа немесе осындай функционалдары болса, сіз онымен қолданушы ма едіңіз деген сияқты, яғни сол кезде біз өзіміздің яғни шешімімізді көрсетеміз. Демонстрация, презентация деген сияқты. Сол кезде біз ол адамның, яғни ол адам қалай, ой, жақсы, мен оны алушы едім, мысалы үшін, ол маған керек емес, ол менің проблемамды шешуші еді деген сияқты, біз сондай ақпаратты жинап, сол кезде біз сол ақпаратқа, яғни ақпараттың несінде бір яғни келесі гипотезамыздың шешімін талқылап, осындай шешім, яғни басқа келесі сегменттерге осындай баға сатуға деген шешімге келеміз. Енді шешім қабылдау сұхбатының сұрақтары, ол яғни сіздің шешіміңіз жұмыс істейді ме, және сіздің шешіміңіздің қандай әлсіз жақтары бар. Сіз ол сұхбат алған кезде, мысалы үшін осындай бір решение бар дейміз ғой, осындай бизнес бар, сіз оны яғни қолданушы ма едіңіз, ол айтады, мысалы үшін, мен оны алушы едім, ол мысалы үшін осынша баға тұрады, ол сізге айтады, ол маған қымбат, жоқ, қымбат емес, мен оны алушы едім. Ол сізге яғни келесі басқа сұрақтар қояды. Сонда сіз оның қандай әлсіз, не жетіспейді, қандай функционал жетіспейді, қандай тағы да, мысалы үшін, продукт қосу керек деген сияқты. Және маркетингдік материалдар жұмыс істейді ме, яғни ол шешім туралы сіздің, яғни потенциалды клиентіңіз қай жерден біледі деген сияқты, сондай ақпаратты жинай аласыз. Яғни сіздің ол бағаға сәйкес келе ме, келмей ме, сізге яғни ол табысты болады ма деген мағынада. Және де сіздің тұтынушыңыз сатып алуға дайын ба, дайын емес па деген, яғни сұрақтарға жауап аласыз. Енді ары қарай жүрсек, бұл енді теория барысында, бұл қысқаша айтып кеткен кезде, customer development, яғни CASDEV дегеніміз не екенін, бұл ең қысқа нұсқа түрі, теориясы. Қазір енді біраз практиканы сіздерге көрсетейін деп едім. Үй жұмысы дегеніміз, ол яғни осы кітапты сіздер оқыған шығарсыздар, немесе оқымасаңыздар оқыңыздар. Бұл яғни сол проблемное решенческое интервью, яғни қалай интервью алу керек екені туралы жақсы жазылған кітап.
өте қысқа, және де сіз өзіңіздің бизнесіңізге байланысты 10 проблемалық сұхбат жасауыңыз қажет. Сол 10, яғни сұхбатты жасаған кезде, сіз соңғы ақпаратты бір кестеге жинаған кезде, сізде, яғни көз алдыңызда көптеген білмейтін проблемалар шығуы мүмкін. Не үшін клиенттер келгені шығуы мүмкін. Немесе сіз ойлап жүрдіңіз, мысалы үшін сіз бір проблеманы шешесіз, а негізінде сіз ол емес, басқа 5 проблеманы шешеді екенсіз. Немесе сіз мүлдем мәселе ешқандай проблеманы шешпейсіз, яғни сіз сондай көптеген өзіңізге деген ақпаратты түсінесіз. Енді бізде презентация бітті. Енді қараңыздар, келесі бізде практика, мысалы үшін. Қазір осы енді зумда отырған бізде 18 адам бар. Енді сіздерге, мысалы үшін, проблемный интервью жасау үшін қандай сұрақтар, яғни сіздер қоюларыңыз керек. Соны анықтау үшін сіздердің ішінен кім чат GPT-ді қолдана алады? Плюспен жазып жіберсеңіздер, чатқа жақсы болар еді. Жақсы, Мөлдір. Тағы да кім қолдана алады басқа? Яғни чат GPT-ді қолдану үшін тағы да өзіңіздің сіздердің, яғни сұрақтарыңызда жақсы білуіңіз керек, иә? Енді Нұрсұлу дейді, кімде, мысалы үшін, қазір бизнесі енді бастады, және де кімде уже табысы бар, микрофондарыңызды енді ақырындап қосып, маған айтып жүрсеңіздер, біз сіздерге қазір осындай проблемный интервью дейміз ғой. Біріншіден, біз сіздерге гипотеза табамыз. Жақсы, Дәурен. Қазір, мысалы үшін, енді біз сіздерге қандай гипотезалар тексеру керек екенін гипотезаны табамыз, мысалы үшін сұраймыз. Содан кейін сол гипотезаның барысында қандай проблемный интервью жасау керек екенін біз сол чат GPT-ден сұрап көрейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бізде Мен Жанар. Саламатсыз. Менде 1 жыл болды сатып жүргеніме, постель сатам. Текстиль, постель, турецкого качества. Сол проблемный сұрақ интервьюді мен мысалға анада өзімнің подписчиктарыма сұрақ қойдым. Бірақ проблемный емес, ол обычный сұрақтар. Но они все ответили положительно. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, олар мені не тыңдағым келді, соны жауап берді. Енді мен проблемный сұрақтарды мүлде танымайтын адамдарға қою керекпін ба? Иә, содан кейін тағы да сіз қараңыз, сұрақ қойған кезде туысқан, достар дегендерден сіз сұрақты қоймау керексіз. Біріншіден, білмейтін адамдардан қойған дұрыс. Және де сіз сұрақ қойған кезде да, нет деген ондай ответ болмау керек. Яғни сіз проблемадан кіру керексіз. Мысалы үшін сіз текстиль деп тұрсыз, иә? Сіз қай қаладан боласыз? Орал. Орал, иә. Енді текстиль сізде өзіңіздің магазиніңіз ба, или қалай? Турциядан алдыртам, иә, өзім интернет-магазинім бар. Үйден сатам. Енді қараңыз, мұнда біз қазір бітеміз, мысалы үшін, составь мне вопросы для проблемного интервью. Мысалы үшін, қазір бір сұрақ көрейік. Для Каздева. Вот, текстильному. Мұнда, мысалы үшін, айтамыз, задача понять, какие гипотезы нужно протестировать, мысалы үшін, чтобы клиентов стало больше. Сіздің, мысалы үшін, Орал қаласында қанша адам бар? 200 мың адам ба, 300 мың адам ба? 300-ге жақын сияқты. Мысалы үшін, былай жасақ, мысалы үшін, находится в городе находится бизнес находится в городе с 1000 людей. Просто осылай, мысалы үшін, сөйлей саламыз. И қазір, мысалы үшін, ол сізге жауап береді, иә? Мұнда енді қараңыз, сіз өзіңіздің клиенттеріңізден сұраған кезде, сіз өзіңіздің клиенттеріңіздің не үшін сізге келді екен түсінуіңіз керек. Сіз проблематизация керексіз, өйткені олар уже сізге келді ғой. Ал сізге әлі келмеген клиенттеріңіз, мысалы үшін, басқа адамдар, сіз солардан, мысалы үшін, сұрайсыз.
Как обычно приобретаете текстильные изделия дейді. Предпочитаете ли вы покупать в магазинах лично или используете онлайн-платформу дейді мысал үшін? Какие факторы влияют на ваше решение при выборе места покупки дейді мысал үшін? Сіз енді осындай сұрақ қойған кезде, біріншісі, сіз мына сұрақ арқылы көбінесе басқа бөтен адамдар қай жерден сатып алатынын түсінесіз. Онлайн емес. На екінші сұрақта, мысал үшін, какие факторы влияют деген кезде, мысал үшін, бренд более привлекательный и так далее. Яғни кейбіреу айтады мысал үшін, маған яғни страна важна, Китай или там цена, качество, бренд, не бренд мысалы үшін. Сіз сол кезде 10 адамнан жинайсыз, бөтен адамнан. Сіз сонда түсінесіз, оларға енді қандай фактор яғни важный. А сізге уже келген адамдардан мысал үшін сіз басқалай сұрақ қоясыз. Какие вы часто покупаете, допустим, текстильные изделия? Что вы часто покупаете деген сияқты? Какого бренда покупаете деген сияқты? Сол кезде сіздің уже текущий клиенттеріңіз сізге ответ айтқан кезде, сіз өзіңіздің клиенттеріңізге, яғни қандай спроста, қандай енді товарлар керек екенін түсінесіз, ал бөтен адамдар мысал үшін көбінесе қай жерден нені алады деген түсінесіз. Енді үшінші сұрақ мысал үшін, какие трудности, проблемы дейді мысал үшін, вы испытываете при покупке текстильных изделий в вашем городе? Мұнда енді мысал үшін сіздің қалаңыз 300 мың адам, енді қанша текстильный магазин бар. Соны мысал үшін енді бір 5-6, 7 болса, сіз енді сұрап көресіз, я? Мысал үшін, осы біздің қалада сіз көбінесе қай магазиннен сатып аласыз деген сияқты, немесе заказ бересіз ба деген сияқты, неге ол жерден заказ бересіз деген сияқты. Вот, мына жерде мне уже как важна для вас цена при покупке текстильных изделий, готовы ли платить больше за качество, дейді мысал үшін, предпочитаете более доступные цены дейді. Какая роль удобства играет вам решение в выборе места покупки? Яғни мұнда мысал үшін енді көп сұрақ қойылған, 9 сұрақ. Оны жалғастырып көп сұрақ қылып нетуге болады, бірақ енді мен сізге деген кеңесім, бұл көп сұрақтың барлығы енді керек емес. Бір ең маңызды деген бір 5 сұрақты қойсаңыз, мысалы бірінші 3 адамнан сөйтіп сұрасаңыз, өзіңізге керек ақпаратты аласыз. Солай қыласыз, яғни өзінің сегментке байланысты, мысалы үшін өзі адамның әл-ауқатына байланысты болады ғой, зарплатасы мысалы үшін айына осынша мың, олар мысалы үшін осындай бір товарларды алады. Одан да көп ақша таба алатын адамдар басқандай товарлар алады. Яғни соларға байланысты сұрақтарды дұрыс, яғни таңдау барысында. Жақсы, рахмет. Мен сізге осы сұрақтарды Zoom-ға жібере салайын. Көшіріп аласыз. Так, енді тағы да басқа тағы да кім бар? Келесі сұрап көрейік. Тағы да. Содан кейін тағы да Дәурен, я? Жақсы. Қазір Дәурен, сіз бастамай тұрып бір нәрсе айтып кетейін. Содан кейін тағы да мысал үшін жаңа сіз айттыңыз ғой, өзіңіздің клиенттеріңіз бар, мысал үшін Инстаграмда бір 10 мың, 20 мың подписчиктер болса, сіз кейбіреулері мысал үшін сауалнама дедік қой, жаңа 6 әдіс бар дедік қой, сол сауалнама әдісінде сіз андай да, нет, опросник жасасаңыз болады. Сол сауалнамада мысал үшін бізге нақты ответтермен жасасаңыз болады. Себебі мысал үшін сізде бір 5 бренд бар, сол 5 брендтің ішінен мысал үшін көбінесе 2 бренд жақсы сатылады, қалған біреуі қалып қалады деген сияқты. Сол сауалнама арқылы, яғни сұрасаңыз болады. Сіз сол кезде сандармен көресіз. Яғни онда мысал үшін Инстаграм ғана емес, басқа енді келіп жүрген мысал үшін физически адамдардан тоже сұрап көрсеңіз болады. Себебі яғни бір сол социальный сетьқа тоже негізделуге болмайды, тексеру керек, я? Соның барлығын. Сол бүкіл ақпаратты жинау керек. Келесі, Дәурен. Менің сұрағым мынандай, қазіргі таңда біздің осы жобаның оқудың шеңберінде дайындап жатқан жобамыз жалпы бизнесмендерге, шағын және орта кәсіп иелеріне оцифровка жасап беруге көмектесу. Клиент оцифровканың арқасында клиент потогын ұйымдастырып беру, яғни жалпы шағын және орта бизнестің көрсететін қызметі мен тауарларын сатуға көмектесу. Оцифровка болғанда сіздер не істейсіздер? Сіздер сайт көтеріп бересіздер ма? Яғни бұл жерде былай мысалға айталық, егер қызмет көрсететін сала болатын болса, онда оларға клиенттердің бос уақыттарына жазылуға мүмкіндік беру. Сайтына кіру арқылы мысалға стоматологқа мысалға қай уақытты бос болса, график сол уақытта жазылады, автомат түрде өзі көрсетеді, өзі жазылады.
CRM система осында сіздерде? CRM системаның бір түрі. Ол кәсіпкерге сондай условия береді, бір жағынан тікелей сол CRM жалпы клиентурамен өзі байланыста болады. Яғни мысалы айталық, бана Жанар ханым бұған дейін текстиль таңдады ғой, мысалы ол кісі өзінің текстилінің барлығын учетін біздің осы системада жүргізеді. Мысалы қандай келді тауар, яғни қанша қалғандығын клиенттің өзі келіп кіріп таңдап, мысалы бар ма, остатықта жоқ па деген сияқты өзі қарап отырып заказ беріледі. Иә, түсіндім. Яғни екі ортада. Енді сізде мен бірінші көріп тұрған проблема, ол көбінесе дәстүрлі бизнеста ол оцифровкадан көбі қорқады, көбі түсінбейді, иә. Көбі және оны үйрену керек, қолдану керек, содан кейін, наверное, алмайды. Давайте сұрап көрейік, мысалы үшін, иә. Составьте мне вопросы, мысалы үшін, для проблемного интервью, мысалы үшін, интервью по оцифровке среднего малого бизнеса. Задача понять, как им продать наше решение автоматизации и да? Просто слайд. Көрейік не деп сұрайды. Енді мұнда көрдіңіздер ма, мен мысалы үшін просто на ходу просто жазып жатырмын бір-екі сөйлем. Ал егер сіздер өздеріңіз потом регистрация жасап көп сұрақтар қойсаңыздар, олар сіздерге енді күшті жақсы көп сұрақтар, ответтар береді. Сіз сол ответтің яғни барысында соны яғни анализировать етіп өзіңізге керегін аласыз ғой, барлығын енді көшіре бермейді ғой. Иә, мысалы үшін мында айтады. Мысалы үшін мен сұрағым қате болуы мүмкін. Вот несколько примеров вопросов для проведения проблемного интервью с целью выяснения способов продажи решений по оцифровке и автоматизации среднего и малого бизнеса дейді. Мысалы үшін, дұрыс па? Сіздің енді айтқаныңыз бойынша. Енді бірінші сұрақ дейді. Какие вызовы и проблемы вы сталкиваетесь при управлении своим бизнесом, дейді, которые могли бы быть решены с помощью оцифровки и автоматизации? Енді мұнда еще оцифровка, автоматизация дегенді көбі түсінбеуі де мүмкін ғой. Мысалы үшін, осындай это уже сол предприятияларға, которые понимают, да, оцифровка, автоматизация, CRM деген не екенін түсінетін бизнестарға осындай сұрақ қоюға болады, мысалы үшін. Ал CRM система деген не екенін түсінбейтін, мысалы үшін, бизнестарға олар ол сұрақты түсінбеуі мүмкін, мысалы үшін, иә? Онда басқалай сұрақ қоямыз, попроще деген сияқты. Басқандай сөздермен, жалпы сөздермен. Екіншісі, какие бизнес-процессы вашей компании требуют больше? Енді қараңыз, бизнес-процессы дегеніміз, біз яғни сұраймыз ғой, сіздің бизнесіңізде, мысалы үшін, сізге күніне 100 адам келеді. Сол 100 адамның ішінен сіз, мысалы үшін, қанша адамға товарыңызды жеткізе аласыз? Қанша адамды сіз, яғни, успеваете обслужить, например. И сізге айта бастайды, мысалы үшін, ой, біз ол 100 адамды бір аптаның ішінде әзер дегенде үлгереміз. Бізде очередьта тұр 2 аптада, біз соны үлгермейміз, адам жетпейді, мынау жетпейді. Яғни көптеген сізге проблемаларын айта бастайды. Сол проблемалардың барлығын сіз жинайсыз, ол сіз, яғни ол адамды проблематизировали. Проблему собрали, потом на основе сол проблемы сіз оған, яғни ценностное предложение жібересіз. Проблемаларды айтасыз, наше предложение, біз осы проблемаларды решаем дейсіз. Ол үшін біз сіздің, яғни в цифрлах, если вы до этого за 2 недели, мысалы үшін, 100 заказ істесеңіз, қазір сіз благодаря нам 2 күнде 100 заказ істесіз. Вы получаете доход столько-то, деп сіз, яғни сөйтіп ценностное предложение істесіз, мысалы үшін. Келесі сұрақ, мысалы үшін. Какова ваша текущая система управления отслеживания бизнес-операций, дейді. Енді мұнда осы сұрақтарды сіз өзіңізде енді көшіріп, өзіңізге упрощить етіп, енді түсінетін тілде деген сияқты қоясыз ғой. Каким образом вы привлекаете новых клиентов, дейді, управляете отношения. Мысалы үшін болады кейбір бизнестер, сол, яғни товар болсын, не болсын, олар таргет қосады. Таргет қосқан кезде, мысалы үшін, күніне $5-10 ма енді бір ақша тратить етеді. Ол таргеттан, мысалы үшін, оларға сол бір 20 заказ түседі, бірақ сол 20 заказын олар барлығын обслуживать етуге үлгермейді. Бірақ, яғни таргетқа ақша кетіреді. Сіз, яғни, осыны тоже айтасыз, мысалы үшін, сіз неге ақша кетіресіз, егер сіз оның бәрін үлгермесеңіз, значит, сізде бизнес-процесстер, енді, яғни, ол кісі сіз айтпайсыз енді олай, бірақ сіз соған сұрақтар қоясыз наводящие, ол кісі өзі айту керек, мен енді бизнес-процесстарым, яғни, страдают, менде осындай проблема бар деген сияқты.
Дальше енді какие данные отчеты дейді. Осының барлығын оқып кетейін ба или сізге көшіріп жібере салайын ба? Оқи өзіңіз Жібере оқыған. салсаңыз болады, енді басқалардың уақытын Жақсы, рахмет. түсінікті. Қазір мен сізге Рахмет. жіберем. Келесі тағы да кім бар? Осында енді қанша адам бар? Барлықтарыңыздың бизнестарыңызды өздеріңіз қысқаша таныстырып, сіздердің проблемный интервьюға қандай сұрақтар қою керек екендерін сұрап алыңыздар. Мен сіздерге зумға жіберейін, көшіріп алыңыздар. Содан кейін өзіңізге енді оптимизировать етіп, өзіңіздің клиенттеріңізге сұрақтарыңызды қоясыздар. Жаңа қойған сұрағыңызды да салып жібере қоясыз ба? Аха, қазір. Да. Жақсы, келесі. Көп рахмет. Саламатсың. Саламатсың, Нұрсұлу. Саламатсың. Менің есімім Нұрсұлу. Менде 14 цех бар. Ағаш шеберханасы, оның ішінде жаңағы ағаштан әртүрлі өнімдер шығарамыз. Ыдыстар, ағаш ыдыстар әртүрлі. Жаңағы ресторанный бизнеске арналған ыдыстар жасаймыз. Біздер көбіне онлайн жұмыс жасаймыз. Аха. Сізде қазір сонда ағаш шеберханасы. Қазір. Сізде көбінесе сонда посуда ма сонда сізде? Или посуда. Дерево, қалай сонда дұрыс сұрасың? Мысалы үшін. Бізде изделия деревянных посуд. Ставь мне вопросы. Мысалы үшін тағы да сұраймыз вопросы для проблемного Производство. интервью для того, чтобы чтобы выявить, интервью по производству изделий, деревянные изделия дедіңіз ба, кешіріңіз? Деревянный посуд. Задача выявить более потенциальных клиентов. Мысалы үшін осылай сұрап көрейік. Енді мында айтады. Производство деревянных посуд дейді. Какие проблемы, трудности вы испытываете при использовании обычной посуды? Сізде получается же фокус на изделии из дерева, да? Сонда получается, Да. В основном реклама жасаған кезде өзіңіздің ағаштың қандай енді полезный екенін айтасыз. Сонда сіз мұнда проблема кезінде айтқан кезде, какие проблемы, трудности при использовании обычной посуды, пластики, стекла деп. Сіз сөйлесе, мысалы үшін пластиктың шынының минусын айта аласыз. Как часто вы обращаете внимание на экологические аспекты и устойчивость? Сіз еще в сферу экологии можете уходить, что сіздің посудаңыз экологически чистые, полезные, вредные деген сияқты. Сіз сонда какие преимущества или особенности деревянной посуды вы видите по сравнению с традиционными материалами дейді? Какие свойства? Енді сіздің көбінесе, енді давайте сіздің сұрап көрейік, мысалы үшін ол сізде деревянная посуда, да? Сұрап көрейік, допустим, қандай адамдар сол деревянный посуданы сізден сатып алады. Определи мне целевую аудиторию, мысалы үшін аудиторию или сегменты потенциальных клиентов, которые, мысалы үшін, покупают посуду из дерева, например. Жазып көрсек, мысалы үшін, чтобы енді сізде бір түсінік болды. Айтады, мысалы үшін, целевая аудитория сегменты потенциальных клиентов для посуды из дерева могут включать экологически осознанные потребители, дейді. За экологию в основном, да, получается, здоровый образ жизни, естественное питание, получается, это в основном мамы, да, балалары бар адамдар, да, бізде, любители уникального дизайна, дейді, мысалы үшін, потребители ценят уникальность, рестораны и кафе, дейді, мысалы үшін, сіздің айтып жатырсыз, ресторанный кафе деп, на природе устойчивости, дейді. Рестораны, кафе деген кезде еще я бы, наверное, сюда добавила этно, да, рестораны, этнический стиль.
покупатели подарков дейді. Люди еще, получается, вы еще можете свои вот эти, получается, изделия в виде формата там боксов, подарков делать, да, заранее. Да. Любители эко-шик дейді. Туристы, любители активного отдыха дейді. Уже получается сізге, давайте мен сізге осы екеуін көшіріп жібере салайын, сөзіңізге жазып алыңыз. Жақсы. Рахмет. Тағы да егер сұрақтарыңыз болса, так, мынаны көшірдік. Қазір. И мынаны жазып жібере салайын сізге. Жақсы, рахмет. Жақсы, Нұрсұлу, рахмет сізге. Иә, мен бүгін сол вебинар оқыған кезде әдейі осылай, мысалы үшін теорияны тез айтып, осындай практика кезінде негізі осылай сіздер осы егер барлықтарыңызда негізі ноутбук болса жақсы болушы еді енді. Осы чат GPT-дан сұрап, осындай мысалы үшін интервью, осындай негізі таблица аласыздар да, осындай таблицаға сұрақтарыңызды жазасыздар, мысалы үшін бірінші листқа, иә, мынау решенческая ол осылай қалады. Осы сұрақ, мысалы үшін 10 сұрақ болса, келесі листті ашасыздар да, мысалы үшін көшіріп, сол 10 сұрақтан, мысалы үшін сізде бір 5 сұрағын қалдырасыз да, өзіңіздің бір сегментіңізға қоясыз сол сұрақтарды. Енді ол сегменттің ішіне, егер ол текущий клиенттер болса, клиенттерге қоясыз, содан кейін бір өз ақпарат жинайсыз. Егер ол сіздің клиентіңіз бөтен адам болса, сол бөтен адамға қойып, яғни өйстіп ақпараттың барлығын жинаған кезде сізде уже примерно көресіз, қандай проблема бойдар бар, қандай сегменттер сізге жатады. И ертең даже таргет болсын, реклама істеген кезде, даже блогерген жұмыс істеген кезде сіз өзіңіз уже қандай блогермен жұмыс істеу керек екенін өзіңіз түсінесіз. Мысалы үшін сізде деревянный изделия болса, в основном, мысалы үшін сіздің қалаңыздағы болады ғой эко-блогер, веган, вегетарианец деген сияқты. Сол көп адам жазылған. Сол адамға, мысалы үшін сіз жұмыс жасасаңыз, сізде яғни конверсия көп болады. Ну, енді жоғарырақ болады, чем любой другой блогер деген сияқты. Жақсы. Жанна, рахмет сізге үлкен. Енді тағы да басқа кімнің сұрақтары бар? Ұялмай микрофондарыңызды қосып, давайте максимально сұрап біліп алайық. Пока уақыт бар. Саламатсыз, Алмагүл. Саламатсыз, Жаннат. Так, мұнда біз... Мен шамалы кешігіп қосылып едім. Сұрақты не үшін қою керек, сондағы бір айтып жібересіз бе? Біз мұнда каздев, яғни Customer Development, яғни қалай біздің тұтынушыларымызды зерттеу туралы теорияны тез өтіп кеттік жарты сағатта. Енді каздев жасаған кезде 6 әдіс бар. Сол 6 әдістің ең жақсы әдістері ол сұхбат алу, яғни интервью. Интервьюдің екі түрі болады: проблемный және де решенческое интервью дейміз, шешім қабылдау интервьюсы. Яғни біз бизнес бастамас бұрын біз проблеманы білу керекпіз. Біз қандай проблема бар өзекті, және біздің бизнесіміз сол проблеманы қалай шешеді. Соны дұрыс түсіну үшін, фактілерге сүйену үшін біз яғни сұхбат аламыз, интервью аламыз. Ол интервью алған кезде, яғни біз уже лекцияда айтып кеттік, қандай ол сұрақтар болу керек, лайфхактар болу керек деген сияқты. Енді сол сұрақтарын қазір біз уже узконаправленно сіздің бизнесіңізден шыға отырып, чат GPT-дан сұрап отырмыз, мысалы үшін. Жаңа деревянный изделие деді, біз мысалы үшін айттық, составь мне вопросы для изделия, там, деревянных изделий для проблемного интервью дедік. И ол бізге сразу осындай сұрақтар шығарды, мысалы үшін клиенттарға, я, мысалы үшін потенциальная. Потом біз целевой аудиторияны сұрадық чат GPT-дан. Ол бізге, мысалы үшін, уже 7 түрді сегментті анықтап берді. Сол сияқты, яғни қазір такой практический момент, где у вас получается сондай бір мүмкіндік бар, өзіңіздің бизнесіңіз туралы айтуға. Мұнда Алмагүл қол көтеріп тұр екен. Жақсы. Сіз қазір... Сіз онда қазір өзіңіздікін айтып кетіңіз, содан кейін Алмагүл сіздікі. Женская одежда, молодежная женская одежда сатумен айналысам. И тоже қандай сұрақтар қою керек деген сияқты. Женская одежда дейсіз, иә, молодежная. Так, бірінші, сіз қай қаладан боласыз? Атырау. Атырау қаласында, да? Онда давайте былай біз сұрап көрейік. Определи мне, например, бірінші сегменттарыңызды таңдайық, целевой аудиторияңызды. Определи мне целевую аудиторию, мысалы үшін. Ой. Қарақгүл, есік ашық тұрған шығар мен. Аудиторию. Мұндай жоқ, апай холодильниктер сақындап кетемін. Сегменты. С собой ма? Микрофондарыңызды біраз өшірсеңіздер. Определи мне целевую аудиторию или сегменты потенциальных клиентов для женской, для одежды, мысалы үшін.
для женской одежды, для молодежной, мысалы үшін женской одежды дейміз де, мысалы үшін цель так, цель так, одежды, пока осылай сұрап көрейік, мысалы үшін қазір ол общий таңдайды, тауып береді, а біз потом сделаем такой точечный запрос, скажем, что в городе проживает 200 тысяч, например, людей, 200 мың адам тұрады бұл қалада, сол қалада мысалы үшін как найти свою целевую аудиторию деп сұраймыз, а потом қалай, где их искать мысалы үшін. Ну, мында енді определенно андай обобщенно айтып жатыр. Студенты молодые профессионалы дейді, мысалы үшін социальные медиа-блогеры, енді молодые мамы, активные спортсменки, анау мынау мысалы үшін молодые женщины дейді. Енді біз айтсақ, мысалы үшін в городе как, мысалы үшін найди мне целевую аудиторию, мысалы үшін аудиторию для города, где проживает, мысалы үшін 200 тысяч людей, бизнес, мысалы үшін продажа женской молодежной одежды, мысалы үшін цель продать больше, ну, одежды дейді, мысалы үшін, да? Просто сөйтіп сұрап көрейік. Обычно сұрасаң өзі тауып береді, но енді дұрыстап енді формулировать етіп. Мысалы үшін, опять студенты дейді, молодые профессионалы дейді. Енді қараңыз, сіз егер киім сатсаңыз, егер онлайн болса, енді или магазин болса, егер магазин болса, значит, сіздің магазиніңіз желательно осы, где вот студенты, это в основном университеты, да, получается, либо какие-то хорошие компании, не знаю, бизнес-центры, где вот молодые люди, жас адамдар жұмыс істейді, соның қасында болса, мысалы үшін, сонда сізде кісілер біраз көбірек келеді. Енді составь мне вопросы проблемного интервью, дейік, мысалы үшін. Интервью для того, чтобы понять, кому продавать, мысалы үшін, женскую молодежную одежду, женскую молодежную одежду и какая у них боль при покупке одежды. Мен просто ойыма келген нәрселер жазып жатырмын, мысалы үшін. И мында ол мында, мысалы үшін, сіздің сұрағыңыз айтады. Когда вы покупаете одежду, дейді, какие трудности вы испытываете? Енді сіз сондай сұрақ қояды екенсіз, мысалы үшін. Подходит ли вам размер, не подходит? Какие для вас критерии являются важными при покупке женской одежды, дейді, мысалы үшін, молодежной одежды? Или сіз даже сұрайсыз, где вы обычно покупаете, мысалы үшін, женскую одежду, егер, мысалы үшін, бөтен адам болса? Ол сізге айтады, мысалы үшін, вы долго ищете, допустим, эту одежду, деген сияқты. Почему вы там покупаете, деген сияқты? Какие проблемы обычно сталкиваются при покупке одежды, вот получается, сұрап отыр, да? Какие трудности у вас возникают при поиске модной одежды, мысалы үшін, доступной цене? Сіз, мысалы үшін, молодежный дейсіз ғой, а мында, мысалы үшін, модный деп тұр. Сіз сонда молодежный деп, модный деп несеңіз, трендовый деп, в тренде десеңіз, уже сізге, возможно, сол бір сөз үшін басқа көбірек конверсиялы адамдар келуі мүмкін, мысалы үшін, қыздар, мысалы үшін. Какие типы мероприятий, событий, по вашему мнению, требуют особой одежды? Какую роль играет качество материалов? Мында, яғни сізге деген сұрақтарды жазып жатыр. Осындай сұрақтарды сіз қоясыз бөтен адамдарға, яғни андай көп киім алатын, мысалы үшін, қыздар болады ғой, содан сұрайсыз, и сол бір 5-10 адамнан сұраған кезде сіз өзіңізге деген ақпарат жинайсыз. Өзі сол қалаңызда, мысалы үшін, бір 10 шақты бір магазин болатын шығар, көбінесе көбі сонда киім алатын. Сол потом магазинді, мысалы үшін, сіз қарайсыз. Ол сіздің, яғни, конкурентіңіз, да? Ол магазинде не бар, не жоқ деген сияқты, сізде не бар деген сияқты. Яғни сол ақпараттың барысында өзіңізге жақсы ценностное предложение істейсіз потенциальный клиенттарыңызға. Жақсы, мында және чатқа тігін саласы бойынша айтып өтсеңіз деп жазып еді. Давайте қазір тігін саласы туралы біз жазып өтіп жазайық мында. Содан кейін келесі Алмагүл ханым қол көтеріп еді. Алмагүл ханым тыңдайық. Бетек мында, мысалы үшін. Определить, мысалы үшін, да, определи мне целевую аудиторию
для швейного бизнеса, в городе, где, допустим, например, 200 тысяч человек. Также составь мне проблемные интервью, интервью для проблемное интервью для Каздева по швейному бизнесу Үстіп, жаңағы жазған сұрап көреміз. Мұнда тігін саласы деп тұр, яғни ол бізде швейный бизнес, да? Так, мұнда тағы да сұрақ қойып, тренинговый центр дейді. Тренинговый центр қазір тағы да сұрап көреміз. Мұнда мысал үшін айтады, целевая аудитория для швейного бизнеса дейді. В городе с населением 200 тысяч человек дейді. Первый — это индивидуальные заказчики дейді. Люди, получается, ищущие какие-то вот определенные өздеріне костюмы, платья, да, наряды, свадебные наряды. Значит, это в основном даже вот қазір қарасақ көбі үйленеді, да? Те, которые выходят замуж, значит, нужно тоже к ним идти, какие-то рестораны. С ними договариваться, что егер бронировать те, что они могут вас рекомендовать деген сияқты. Сол үшін сіз өзіңіз бір какой-то процент бересіз деген сияқты. Бұл уже сіздің сегментқа тоже кіреді. Малые бизнесы в сфере моды дейді. Яғни модные бутики, шоурумы дейміз ғой, яғни өздерінің қалаларыңызда бар шығар, бір какой-то отдельный өздерінің тігісі бойынша. Соларға, мысалы үшін, швейный бизнес, яғни тігіншілер керек болады. Соларға можно будет отдельно шығуға. Это уже, получается, их ваш сегмент. Дизайнеры, стилисты дейді. Обновление и ремонт одежды дейді, мысалы үшін. Люди, которые нуждаются в обновлении, переделке, ремонт, ну, это получается как бы везде ателье дейміз ғой. Сол яғни тағы да бір сегмент. Это вот целевая аудитория. Келесі организации и учреждения дейді. Компании, школы, университеты енді. Школы болса, компания болса, ол компанияда, значит, өзінің бір белгілі бір формасы болады, униформасы. Яғни ол униформаны олар обычно, егер үлкен компания болса, тендер болмаса басқа бір контрактпен олар заказ береді. Үлкен количествода. Яғни сондай компанияларға отдельно шығуға болады. Ол сіздің целевой аудиторияңыз. Келесі интернет-бизнесі дейді. Онлайн-магазины, стартапы дейді. Енді уже сіздің қалаңызда ондай, мысалы үшін, сегмент, яғни целевой аудитория көп болса, жақсы, ал жоқ болса, значит, ол сізге біраз келмейді деген сөз. Енді қараңыз. Проблемные интервью для customer development дейді. По швейному бизнесу могут включать следующие вопросы дейді. Какие трудности сонда бөтен адамдардан осындай сұрақтар қоясыз? Какие трудности вы сталкиваетесь при поиске качественной стильной одежды? Яғни по вашим индивидуальным параметрам. Сіз сонда сұрақ қойған кезде сіз проблематизируете, проблема шығарасыз, яғни тем, что ол адам өзінің вкусымен киім таба алмайды деген сондай проблемаға келтіресіз ғой. Сонда сіз осындай сұрақ қойған кезде ол кісі ойланады, мен осындай магазиннен аламын, бірақ маған ұнамайды, мен в основном заказ беремін, басқа қаладан аламын деп, яғни сол кісі сондай бір проблемаға келеді де, сіз содан кейін уже бір уақыт өте, немесе сразу өзіңіздің шешіміңізді бере аласыз. В конце, получается, да? Екінші, что вас ограничивает или затрудняет в получении индивидуально пошитых изделий дейді. Таких как костюмы, платья на заказ, свадебные. Надо давайте сразу дальше, какие вопросы еще есть. Какие сложности возникают у вас при сотрудничестве с поставщиками одежды дейді. Мысалы үшін, егер компаниялар болса, мысалы үшін, да, үлкен компаниялар болса, униформа, школа болса, можно будет, прежде чем заказ алмас бұрын, сұрау керек, да, мысалы үшін, или там өзіңізді предлагать, өзіңіздің шешіміңізді ұсынбай тұрып сұрау керек. Яғни сіз оны алдыңғы жылы осындай униформа осынша заказ берген кезде не дұрыс болмады, сізге не ұнамады деген, яғни сіз кемшіліктерін тауып аласыз, сол кемшіліктерді өзіңіздің, яғни енді келесі бизнесіңізде, яғни тіккен киімдеріңізде кемшіліктерді, чтобы ондай кемшіліктер болмау үшін, енді старайтесь это улучшить, да, чтобы этого у вас не было деген сияқты. Какие виды услуг по пошиву одежды вам наиболее интересны, необходимы дейді. Какие сложности? Давайте енді осының бәрін сізге көшіріп жібере салайын. Және сіз жаздыңыз ғой мұнда чатқа. Так, жақсы. Жібердім, көшіріп алыңыздар. Енді мұнда сұрап жіберейінші по ходу дела. Сіз чатқа жіберген мына информацияларды қалай жазып аламыз? Сіздер бар ғой, енді қазір мен сіздерге, давайте былай істейік онда. Мен сіздерге қазір
Жақсы. Мен сіздерге қазір өзімнің телеграмымды жазып жіберейін. Сіздер маған телеграмға жазыңыздар. Мен сіздерге потом өздеріңіз аттарыңызды жазсаңыздар, мен сіздерге осының барлығын көшіріп жібере саламын, жарай ма? Мынаны басып қалсаңыздар, ссылка болып сізге келеді. Телеграм ашылады, телеграмға жазсаңыздар, потом сіздерге көшіріп копировать етіп жібере саламын. Содан өздеріңіз көшіріп аласыздар. Аха, жақсы. Енді тағы да бізде мұнда сұрақтар. Так, тренинговый центр дейді, туристическое агентство дейді. Бізде енді тағы да бір 25 минут бар. Давайте на тренинговый центрді көрейік, туристическое агентствоны көрейік. И бізде тағы да скрин жасап алыңыз дейді. Енді скрин жасап алсаңыз да болады. Тренинговый центр дейді. Тренинговый центр дегенде бұл кімдікі? Микрофоныңызды қоссаңыз, біраз деталь айтып жіберсеңіз. Саламатсыз ба? Мен есімім Фатима. Тренинговый центр. Бұл жерде бизнес план дайындауға үйрету және студенттерге курс үйрету 1 айлық. Ол жерде дағдыларын дамыту. Естілмей тұр ма? Фатима, сіздің дауысыңыз жоқ болып кетті. Естіліп тұр ма енді? Естіліп жатыр ма? Естіледі ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Бізге естіліп тұр. Бізге естіліп тұр. Меруерт, сізге естіледі ма? Меруертте проблема болып қалды ғой, солай сияқты. Меруерт ханымның өзінде естілмей қалған сияқты, барлығын естіп отырмыз. Солай сияқты, зависать етіп қалған сияқты ол кісіде. Судя по всему, Меруерт выпал. Я думаю, она сейчас вернется. Да, она пишет, что у нее интернет выскочил, она сейчас вернется. Чуть-чуть терпения. Чат GPT көбінеден кіре алмадым басында. Біразға дейін кіре алмай қалдым басында. Кет қойды. Кетірек. Құрметті әріптестер, мына GPT-ді өзің ашып көрдіңіздер ме? Қараңыздар ма? Кешіріңіздер, мен интернетім өшіріп қалды. Мына интернет дұрыс болмай қалды. Кешіріңіздер, Фатима, сіз айтып жатқан кезде мен өшіп қалдым ғой деймін. Дәурен, сіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, чат GPT-дің бесплатный ма, платный версия? Қатып жатсыз тағы да Меруерт ханым. Сол чат GPT керекті нәрсекен оны жазылу керек па, қалай соны тіркеліп қолдануға тура кетті чат екен бұл. Меруерт ханым жоқ кезде айтып алайын, мен мысалы чатқа, сайтқа кіріп тіркелдім өзім. Банағы сұрақты қайталап қойдым, бірақ та маған жауап бермей тұрды. Дұрыс бермейді, басқа бір сөйлемен деген сияқты түсініксіз қылып жауап беріп тұр. Чат GPT, кешіріңіз, чат GPT-ді регистрация жасамай, сразу Google-ға жазып, чат GPT-дің өзінің эмблемасы бар ғой, зеленый, именно соны таңдаңыз. Басқа нелер бар. Тағы да чат GPT деген атаулармен, но басқа эмблемамен түрлері бар да. Олар жауап бермейді. Мен кешеден бері пайдаланып жүр, полностью кәдімгі толтырып жауап шығарып жүр. Сол бара көрсетілген адреспен енгізіп тұрмын браузерге. Ол адреспен емес, просто өзіңіз былай жазып қараңызшы, зеленыйсын знамениемен кіріп көріңіз. Кеше пайдаланып көрдім, негізі көп, өте көп. Мен интернетім дұрыс істемей тұр. Сұрақтарыңыз тағы да бар ма? Так, Фатима ханым, сіздікін давайте талқылап кетейік. Мен тренинговый центр ашқым келеді. Тағы да қатып жатсыз Меруерт ханым сіздікі. Насчет жаңағы чат GPT бесплатно тіркеледі ма? Әлде ақылы ма? Бесплатно. Дәурен ағай. Естілмей қалды. Керек екен.
оны жаңағы чат GPT-ді смартфонмен қолдануға болады ма? Негізі болатын сияқты, тіркелсе болды. Өте жақсы екен ол. Кешіріңіздер, мен офиста что-то интернет істемей қалды. Кешіріңіздер. Так, тағы да өшіп қалмасам енді, үлгергенімше тағы да бір екеулер сұрап кетсек болады. Айтсай не? Так. Тездетіп айтпасам, Аха, Фатима ханым айта ұзақ беріңіз, созылып давайте қалады. сіздікін бітіріп тастайық, иә? Аха. Сұрақ көрейік. Ақтау қаласына, Тренинговый центр. Ақтау қаласына тренинг. Так. Естіп тұрсыздар ма? Естіп тұр, иә. Ой, тағы қатып қалды. Мен сұрап жіберейінші. Жаңағы қазіргі осы зумдағы чатқа жіберіп жатқан информацияларды қалай, мысалы зум жабылып қалғасын біздер қолдана алмай қаламыз ғой, сол жерін қалай информацияны алып алуға болады? Сіз салды ғой, c.mi.mikuля деген. Сонда жазыңыздар деп айтты, сол кезде жазған кезде сізге салам деді. Жалпы деймін да енді. Жалпы ақпараттың барлығында видеосын бізге артынан жіберу керек негізінде, сол кісінің. Түгел запись болады. Запись